логарифмді көрсеткішті функция мынандай есепті бірге шығарып көрейік. Бұл есепті шығармастан бұрын бізге логарифмнің формулаларын және қасиеттерін еске түсіру қажет. Яғни бізде 27 деген ол 3-тің кубы, және де біз мына жерде негіз бен санды ауыстыратын болсақ, онда ол алымына көшеді де 2 бізде саны болады, 3 негізге айналып кетеді. Және де қосылған 5 логарифм, 25 дегеніміз ол 5-тің 2 дәрежесі, 49 дегеніміз ол 7-нің 2 дәрежесі. Бірінші жақшаны орындадық. Екінші жақша. Екінші жақшада бізде 81 ол 9-дың 2 дәрежесі, және де сан мен негіздің орнын ауыстыратын болсақ, бізде бөлшек жойылып кетеді. Келесі 8 дегеніміз ол бізде 2-нің 3 дәрежесі, және де 4 дегеніміз ол бізде 2-нің 2 дәрежесі, 9-ды сол қалпы қалдырамыз. Бөлінген. Бөлімінде бізде 3 қалады өзгеріссіз, және де 5-ті қалдырып, тағы да бізде негізбен санды өзгертетін болсақ, 25 бізде негізге кетеді де, ол бізде 5-тің квадраты болады. 16 дегеніміз ол 4-тің квадраты. Көбейтілген 5, және де логарифм 5 негізді 3. Ары қарай. Енді мына 3 дәреже, ол бізде 2-нің 3 дәрежесі болып барады да, бізде мынандай өрнек пайда болады. Логарифм 3 негізді 2-нің 3 дәрежесі, немесе 8. Бұл жерде 3 пен мынау 3 қысқарып кетеді де логарифм, бізде қалатын сонда 8. Яғни мына өрнектің орнына мен 8-ді жазамын. Қосылған мына 2 дәреже мен мына 2 дәреже бізде қысқарып кетеді де, және де 5 негізді логарифм мен 5 қысқарып кетіп, бізде бұл жерде 7 қалады. Бірінші жақшада 8 қосылған 7. Екінші жақшада мына жерде логарифм 9 жойылып кетеді да, мынау сан 4-тің квадраты болып барған кезде бізде бұл жерден 16 шығады. Аз айтылған. Енді бізде негіздің егер дәрежесі болатын болса, бұл дәреже алдына 2-ден 1 болып барады. Сонда бізде бұл жерде логарифм 2 логарифм 2 негізді 9-дың 3 бөлінген 2 дәрежесі болады. Сонда мынаның барлығын біз алып тастасақ болады. Сонда бізде 9-дың 2-ден 3 дәрежесі, немесе түбір асты 9-дың 3 дәрежесі. Келесі. Бөлімінде 3 қалады. Мына жерде бізде 2-лер жойылып кетеді. Мына жердегідей, және де бұл жерде бізде 4 болады. Және де бұл жерде бізде 4 қалады. Көбейтілген, мына жерде бізде 3 болады. Енді әрбір жақшаны жеке-жеке орындайық. 8 қосылған 7 ол бізде 15-ке тең. Көбейтілген. Түбір асты 9-дан бізде 3 шығады да. 3-тің кубы ол бізде 27. Сонда 16-дан 27-ні алатын болсақ, бізде минус 11-ге тең екен. Екінші жақша. Бөлінген. Мына жерде 4 жердегі үшін бізде 12. 12-ке үш толтыратын болсақ, бізде 15-ке тең болады. Сонда 15-тер қысқарып кетіп, жауап бізде минус 11-ге тең болады. Мына есептің жауабы минус 11-ге тең. Егер осындай есептерді тез және оңай шығаруларыңыз келсе, біздің онлайн мектебімізге келіңіздер, және де келесі есептерді өткізіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз.